Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұр Сезім. Бүгін өте ерекше тағамның рецептін ұсынамын. Бұл тағамды түрік мантысы деп те атайды. Алдымен жұмыртқаға шым-шым тұз қосып, жылы су қосып, барлығын араластырамыз. Кейін ұнды 2-3 бөлікпен қоса отырып, қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып, бөлме температурасында 15-20 минутқа қалдырамыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін тартылған етке осылай майдалап блендерден өткізілген сәбіз бен пиязды қосамыз. Және татымына қарай тұз, бұрыш және басқа да дәмдеуіштерді қосып араластырамыз. Қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз және әрқайсысын өте жұқа етіп жайып шығамыз. Кейін салманы төменгі жағынан бастап осылай жіңішке етіп аз-аздан орналастырып шығамыз. Тура видеода көрсетілгендей қамырды астыңғы жағынан 1-2 орап, оны кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Май жағылған формаға осылай араларын жақын етіп орналастырып шығамыз. Кейін оның бетіне сұйық май жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Соус дайындаймыз. Ол үшін қаймаққа ас көк, майдалап туралған чеснок және татымына қарай тұз қосып, барлығын араластырамыз. Осындай ерекше тағамды сізде жасап көріңіз. Отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.